Баршаңызға сәлем, құрметті достар. Бүгін біз сіздермен бірге апоптоз тақырыбын талдайтын боламыз. Видеоның соңына дейін көріп, конспекттеп алыңыздар. Сіздер үшін пайдалы білім беремін деген сенімдемін. Жалпы апоптоз деген не? Апоптоз бұл жасушаның бағдарланған өлімі. Ол қалай? Ол яғни белгілі бір себептерден жасуша өзгеріп кететін болса, жасушаның құрылымы, яғни жасушаның ішіндегі жаңағы митохондриялар, ядролар зақымдалған болса, немесе жасуша бір қалыпты жасуша бұл ісік жасушасына айналайын деп тұрған болса, вот сол кезде жасушалар осы апоптозды іске қосу арқылы осы жасушаны жойып жібереді екен, яғни қызметі бұзылайын деп тұрған жасушаны, қызметі бұзылып бастаған жасушаларды осылай жойып жібереді екен, немесе өзінің белгілі бір қызметін атқарып болғаннан кейін тек бір рет, содан кейін жасушалар өзі жойылады екен. Вот осы арқылы ағзаны, яғни кейбір ісік тудырудан сақтайды, және одан бөлек ДНК-лардың мутация болуынан сақтайды деген секілді, яғни жаңағы апоптоздың түрлері бар, оны өздеріңіз қарап аласыздар. Жалпы оның этиологиясы, себептері ішкі болуы мүмкін. Ішкі деп отырғанымыз бұл жаңағы ДНК мутациясы болуы мүмкін. ДНК-ға не әсер етуі мүмкін? Ультракүлгін сәулелер, ультракүлгін сәулелер әсер етуі мүмкін. Болмаса митохондрия зақымдалуы мүмкін, митохондрия зақымдалуы мүмкін. Митохондрия тікелей неге қатысы бар? Апоптозға. Не үшін? Өйткені цитохром С дейтін белок бар. Осы белок тек митохондрияның ішінде болу керек, сыртқа шықпау керек. Осы митохондрия зақымдалған кез болуы мүмкін. Гипоксия болуы мүмкін, гипоксия, яғни жасушаларға оттегі жетіспей жатқан кезде болуы мүмкін. Жасушаларға оттегі жетіспей жатыр. Гипоксия. Одан кейін стресстер болуы мүмкін, стресс. Стресс бұл қысқы. Тағы не бар? Антиоксиданттық жүйе. Антиоксиданттық жүйе төмендеп кететін болса, нәтижесінде роз активтеніп кетеді. Роз дейтін, яғни супероксид радикалдары активтеніп кетеді. Сол кезде апоптоз болуы мүмкін. Одан кейін жасушаның қоректену үшін қоректік заттар керек. Қоректік заттар оған не жатады? Яғни сахарлар, көмірсу, майлар жатады, белоктар жатады, белок, май, көмірсу. Вот осы заттар жасушаға болса, жасушаға келуі аз болған кезде жасушада не істейді? Белок синтезделмей қалады. Белок синтезделу төмендейді. Белок синтезделу төмендеуі бұл жасушаның дамуына өзінің кедергісін жасайды. Дамымай қалған жасуша не істейді? Апоптозға шығып кетеді. Вот осылай, яғни қоректік заттардың аз келуі әсер етеді. Одан кейін сыртқы факторларға белгілі вирустар, вирус болатын болса, бұл яғни жасушаның ішіне кіріп алған болса, не істейді? Біз айттық, қабынуда ядро болатын болса, нейтрал макрофакторда, макрофактордың ішіне кіріп алады. Осы кезде өзінен бұл мынандай субстрат бөледі дедік. Вот осыған мына тұрған вирусты бір бөлігі келіп отырады, оны не істейді? Сыртқа шығарып қояды. Қабыну тақырыбын көрсеңіздер, мен түсіндірдім. И бұны сырттағы лейкоциттер, яғни таниды. Лимфоцит осыған байланысады. Не істейді? Өзінен не бөледі? Перфорин, гранзим дейтін ферменттер бөледі. Перфорин не істейді? Мына жасушаның қабырғасын тесіп береді. Осындай тесіп береді қабырғасын. Қабырғасын тесіп береді. Гранзим осы арқылы ішіне кіреді, жояды бактерияны. Вот осылай. Бұл сыртқы факторларға жатқызуға болады. Одан бөлек Т жасушалар, жалпы иммундық жасушалар дейік. Иммундық жасушалар өзінің қызметін атқарып болғаннан кейін бір рет не істейді? Бір рет атқарып болғаннан кейін өледі. Өзінің қызметін уже өледі, қызметін жояды. Вот сол бұларда жаңа апоптозға жатады екен. Енді
Бірақ енді бұған эритроциттің өлімі жатпайды. Ол көк бауырда өлуі, ол жаңағы көк бауырда өзі ферменттер арқылы ыдырайды. Енді жасушаға қарай, жасушаны апоптоз түсіндік. Түсінбеген жерлеріңіз болса, толығырақ интернеттен қарап аласыздар. Енді патогенез қалай жүреді? Жасуша ішінде BCL дейтін белок бар. BCL дейтін белок. Қалыптыда осы болу керек. Қалыпты нормада жасуша ішін тұрақтандырып жүреді. Енді жасуша ішінде проапоптотикалық дейтін белоктар бар, және антиапоптотикалық дейтін белоктар бар. Проапоптотикалық белоктар бұл, яғни апоптозды тудырады. Яғни проапоптотика қосып кететін болса, мына просынан айырылады, яғни активтенеді, апоптозды пайда ететін белоктар айналып келеді. Проапоптотик, про дейтін активті емес күйі ғой, активті еместер активтеніп кетеді. Активті еместі мына BCL дейтін басып отырады, активті емес болып отырады. Егер мына BCL төмендеп кететін болса, онда проапоптотик қосып кетеді деген секілді. Енді проапоптотикке не жатады? Бах дейтін және бак дейтін белоктар жатады. Ал антиапоптотикалық белоктарға BCL2, жаңа айтқан BCL2 және BCL-XL дейтін белоктар жатады. Бұл, яғни апоптозы тудырмауға тырысады, апоптозы тежеу. Қалыптыда осы антиапоптотикалық ферменттер нормада жүреді, мынаны басып отырады, тежеп отырады. Когда мынау антиапоптотикалық ферменттерді бір факторлар осыларды тежеп тастаса, антиапоптотика тежесе, проапоптотик қосып кетеді, нәтижесінде апоптоз пайда болады. Енді осы BCL-дің деңгейін төмендету үшін не істеу керек? Не керек? Жаңағы факторлар әсер ету керек. Не фактор? Гипоксия, жаңағы метаболизм заттардың төмендеуі, митохондрия ДНК-ның зақымдануы, антиоксиданттық жүйенің жаңағы төмендеуі, нәтижесінде рост активтенуі. Осылардың барлығы BCL төмендетеді, нәтижесінде проапоптотикалық белоктар активтенеді. Енді олар не істейді? Мына бах деген, бак. Енді бұл бак, бұл митохондрияға келеді. Митохондрияны не істейді? Тесіп береді. Митохондрияны тесіп береді. Осындай поралар қалыптастырады. Нәтижесінде митохондрияның ішіндегі заттар сыртқа шығады. Бізде маңыздысы бұл цитохром С дейтін белок. Цитохром С бұл қалыптыда тек митохондрияның ішінде ғана болады. Жаңағыдай бак бұл активтеніп, митохондрияны тескеннен кейін ішінен цитохром С шығады. Ол цитоплазмада жүретін АПО1 дейтін белоктар бар. Осымен байланысады екеуі. Байланысқаннан кейін осындай құрылым түседі, осылай. Так, антиген-антиденелік комплекс сияқты, осындай екеуі байланысады. Енді осы екеуі байланысқаннан кейін бұл энергияны құртады да, АТФ-ті айналдырып, дәл осындай жетеуі бірігеді да, дәл осындай кешен түседі. Бұл кешен аты апоптосома деп аталады, жетеуден тұрады. Енді цитоплазмада одан бөлек мына жерде каспаза дейтін бар. Активті емес каспаза бар, активті емес. Тоже прокаспаза десеңіздер де болады. Активті емес күйде жүреді да, ол осы ортасына келіп отырады ғой. Ортасына келіп отырды. Ортасына келіп отырғаннан кейін мына жетеуі бұны активтеп жүреді. Активтенгеннен кейін бұл кәдімгі каспаза 9-ға айналады. Бұл активті күйде. Енді бұл каспаза 9 не істейді? Бұл каспаза 3, 6, 7 дейтін ферменттерді активтейді. Және бұл ферменттердің тағы бір активтену жолы, бұл сырттағы жаңағы нейтрофильдер, макрофагтар арқылы, олар өздеріне цитокиндерді бөледі. Цитокиндер өздерінің рецепторлармен байланысады. Байланысқаннан кейін ішке қарай сигнал береді. Сигнал бергеннен кейін каспаза 8 активтенеді. Каспаза 8 активтенгеннен кейін не істейді? Бұл мына 3, 6, 7-де активтеткен 8-де. Енді мына 3, 6, 7 не істейді?
бұл мынау тұрған белоктардың синтезін төмендетеді. Оны түсіндірдім оны. ДНК-ның фрагментациясы. Оны да түсіндірдім. Ядро конденсациясы дейтін, яғни жаңағы өзінің қызметтерін атқаратын каспазалар. Одан бөлек жасушаның ішінде міне екі фермент бар тағы да. Біреуі флипаза деп аталады. Флипаза. Екіншісі скрамблаза деп аталады. Енді білеміз, жасуша мембранасы, мембрана бұл мембрана екі қабатты липидтен тұрады, екі қабатты липид. Қос қабатты липидті қабаттан тұрады. Бұл енді липид деп тұрғандықтан май жасушалары. Ол майға липидтерге не кіреді? Енді соңғы липидтерге фосфатидил серин мембранаға орналасады. Фосфатидил этаноламин, серин, этаноламин, фосфатидил. Фосфатидил холин, сфингомиелин дейтін липидтер жатады. Осындай липидтер мембранада орналасқан. Енді мына серин мен этаноламин екеуі бұл іште орналасады. Холин мен сфингомиелин бұл сыртта орналасады. Былай түсіндірейін. Мына жерде примерно қызыл қылып алайын. Міне қызыл. Қызыл мына ішкі беті, көрдіңіз бе ғой? Ішкі беті. Екіншісін жасыл қылып алайын. Мына екеуі сыртқы бетінде. Нормада осылай тұру керек. Осылай тұруын реттеп тұратын бұл міне мына тұрған флипаза дейтін фермент. Флипаза, яғни мына іштегі липид, мына іште мысалға фосфатидил серин болатын болса, FS деп қойын. Бұл сыртқа шығып кетпеуін қадағалап тұрады. Ал сырттағылардың ішке кіріп кетпеуін қадағалап тұрады. Сырттағы липидтің ішке кірмеуін қадағалап тұрады мына флипаза нормада. Ал скрамблаза дейтін фермент бұл керісінше орындарын ауыстырып жібереді. Мынау іште фосфатидил серинді сыртқа шығарып жібереді ғой. Осындай не қылады. Нормада флипаза активті күйде болады. Активті тек флипаза. Ал скрамблаза активті емес күйде болу керек нормада. Бірақ әйтеуір жасушаның ішінде бар бұндай ферменттер. Енді мына тұрған каспаза 3, 6, 7 дейтін бұл осыларға әсер етеді ғой. Осылай әсер етеді. Флипазаға, скрамблазаға. Флипазаны тежеп тастайды. Скрамблазаны көкпен активтейді. Нәтижесінде флипаза тежелді, мыналарды қадағалап реттеп отыра алмай қалды. Ал скрамблаза активтенді, ол активтенгесін орындарын ауыстырып жібереді. Не істейді? Фосфатидил серинді сыртқа шығарып жіберді. Фосфатидил серин сыртқа шықты деген сөз, бұл апоптоз белгісі деген сөз. Уже бұны фосфатидил серинді сырттағы макрофагтар таниды, осымен байланысып не істейді? Апоптоз тудырады, жеп қояды осыны. Енді мына белок синтезін түсіндірейін. Каспаза 3, 6, 7 не істейді дедік? Белок синтезін төмендетеді. Ол қалай? Білеміз, эндоплазмалық торда рибосомалар шығады. Рибосомалар екі суббірліктен тұрады. Үлкен және кіші суббірліктері бар. ДНК-дан репликацияланып келген РНК не істейді? Осылай келеді да ақпаратты алып келді ядродан. Мына жерлерде ақпараттар бар. И біз білеміз, ТРНК дейтін бар, ол сырттан амин қышқылдарын алып келеді. Осылай примерно. Сырттан амин қышқылдарын алып келеді ол. Одан кейін алып келгеннен кейін ол мына жаққа келеді да, мына тұрған ақпараттармен оның ақпараты сәйкес келу керек. Осының басында белок амин қышқылы бар, оның басында амин қышқылы болады. Мына ақпараттары сәйкес келу керек, ол ТРНК. Мынаумен сәйкес келсе, мына жақтан мына белок үзіледі да, мына жерге келеді. Сөйтіп жинала береді белоктар. Амин қышқылдар жиналады да. И келесі бір ТРНК-ларда мыналар сәйкес келмей қалса, тоқтатылады да, мына тұрған белоктар өзі үшін бөлек шығып, белок түзеді. Бұл белок белгілі бір жасушада енді қызмет атқарады әртүрлі жерде. Дәл осы белок синтезін тежеп тастайды каспазалар. Белок синтезі тежелгесін не істейді? Белоктар не үшін керек? Яғни жасушаның құрылымы үшін, құрылымын сақтау үшін. Соның ішінде мына цитоқаңқа дейтін бар. Цитоскелет дейді. Цитоқаңқа дейтін құрылым бар.
осы цитоқаңқа белоктардан тұрады. мына тұрған сары, қара мен бұл белоктар. Мына домалақ, мысалға домалақ жасуша деп алайық. Осының ішінде осылай тор түзіп тұрады, олай неше түрлі бір-бірімен, яғни ұстап тұру керек. Как шатыр сияқты ғой, үйдің шатыры сияқты, шатырды білеміз, салатын кезде мына жақта ағаштармен бұны бекітеміз, құлап кетпес үшін, ұшып кетпес үшін. Дәл сол секілді, егер де мына цитоқаңқасы болмаса, оның іші пустой болып қалады да, нәтижесінде осылай мыжылып қалады, біздің неміз сияқты, біздің сүйегіміз сияқты, сүйек. Осылай саласың, осы сүйегіміз сияқты. Біздің енді сүйегіміз біздің тірек қызметімізді атқарып тұр, тіректік қызмет атқарып тұр біздің денемізде. Егер сүйек болмаса, біз мыжылып қаламыз ғой. Вот сол. Енді тоже сондай цитоз келеді, бұл жасушаның ішінде тіректік қызмет атқарып тұрады, жасушаның пішінін сақтап тұруға көмектеседі. Енді белок синтезі төмендегендіктен, цитоқаңқа түгелдей белоктардан тұрғандықтан, цитоқаңқалар яғни осылай ажырап, еріп кетеді, белок цитоқаңқалар түзілмей қалады. Нәтижесінде осындай жасуша пішінін өзгертіп, осылай иіліп кетеді, ішінде осы цитоқаңқадан қалған белоктар өсіп жүреді. И кейін бұлар бөлшектенеді, бөлшектенгеннен кейін не істейді? Оны кеп, яғни макрофагтар жұтап, фагоцитоз. Сөйтіп, мыналарды жойып жібереді да, солай, яғни ауырып тұрған жасуша дейін, қарапайым сөзбен. Жасушаны қарапайым түрде, яғни жасуша ағзаға зиянын тигізбей, дәл осылай жойып жібереді. Бұның барлығы, яғни апоптоз деп аталады, жасушаның бағдарланған өлімі. Яғни мыналардың бәрі қозу керек, мынаның бәрі жүру керек іште. Вот сол кезде апоптоз жүреді екен. Не үшін екен айттым. Енді қандай кезде ол апоптоз жүреді, қандай процестерді апоптоз дейміз, соны айттым бағана. Одан бөлек өздеріңіз қарап аларсыздар. Қазір ChatGPT дейтін нәрсе бар, тоже ол жақта да апоптозға не жатады деп сұрасаңыздар, түсіндіріп береді сіздерге. Мен сіздерге главный механизм түсіндірдім деген ойдамын. Ақпарат пайдалы болған болса, YouTube арнама осы. YouTube арнама қызыл ғой. Тіркеліп кетіңіздер, лайк басыңыздар, сосын комментарий жазыңыздар. И одан бөлек достарыңызға жіберіп қойыңыздар, олар да пайдалы ақпараттарды көрсін. Және осы каналдың дамуына үлес қосыңыздар. Және мен инста парақшам, инста dr estoy маған бет деген инста парақшама да тіркеліп қойыңыздар. Жақсы, сіздермен қоштаспаймыз. Келесі видеода жүздескенше, сол үшін каналдағы новый ақпараттарды, новый тақырыптарды көру үшін тіркеліп қойыңыз.